Мен бойдақпын. Жасым 30-ға келді. Осы уақытқа дейін өзіме лайықты ибалы, инабатты, менің ұрпағымды өрбітіп, оларды адамгершілігі мол етіп тәрбиелей алатын жақсы жар іздеймін. Деп талай рет басымды тасқа да, тауға да соқтым. Осылайша болашақ өмірлік серігімді іздеймін деп уақытымның қалай өтіп кеткенін байқамай қалдым. Үйдегілер де қашан үйленесің, басыңды құрап, жақсы отбасы болып кететін бір қыз табылмады ма осы уақытқа дейін деген сөздерді айта-айта шаршады. Ақырында өзің біл деді. Мекен ешкім үйлен деп айтпайтын да болды. Тек ана байғұс қой, баласын уайымдап, соның тілеуін тілеп отыратын. Менің анам да мені қатты уайымдады. Көзімнің тірісінде үйлендіріп, қызығыңды көріп кетсем, арманым жоқ деп айтып отыратын. Олай дейтін себебі, ата-анамның ең кенже ұлымын. Мен өмірге келгенде, анам 45 жаста, әкем 50-де болған. Әпкелерім тұрмысқа шығып, немерелі болғанда өмірге келгенмін. Үлкен әпкемнің баласы менімен жасты. Екеуміз тай-құлындай тебісіп, бірге өстік. Қазір әпкем сол ұлын үйлендіріп, немере сүйіп отыр. Ал мен әлі де өз жартымды кезіктіре алмай жүріп қалдым. Әкем болса, бәлкім, алсаң да осы қызды аласың, алмасаң да аласың деп қинап бір қызға үйлендірер меді. Өзім ерке болып өскен соң, ешкімнің сөзін тыңдамай, олар таныстырған қыздарға көңіл бөлмей, өзім сүйген қызға үйленемін, ешқайсысың маған қыз көріп, таныстырып әуре болмаңдар, деп өзім білімге салынып, қате іс жасаған екенмін. Бәлкім, егер жан-жақтан жақсы қыз бар деп таныстырып жатса, солардың ішінен біреуі болмаса біреуі ұнап қалуы әбден мүмкін еді ғой. Қырсықтық қой сол. Сондықтан өзімнен кейінге үйленбей жүрген інілеріме айтарым, менің қателігімді қайталамайын десеңдер, жақындарыңыз таныстырып жатса, қызбен танысудан қашпаңыздар. Онда тұрған ештеңе жоқ. Керісінше, бағыңыз жанып кетуі мүмкін. Бұндай жағдайлар өте көп қой. Қайта қыздың да, жігіттің де мінез құлқын, отбасылық жағдайын білетін жанарсыз жандар, олардың бірі-біріне сай келетінін көріп білген соң ғана араға түсіп, таныстыруға ұмтылмай ма? Қазіргі таңда екі жасты таныстыруға да қорқады көп адам. Бұрынғы жеңгелер институты жұмыс істемей қалды. Шыны керек. Адам баласы балиғат жасына толғаннан кейін өзінің өмірлік жарын, теңін іздеуге талпынады екен. Мен де осы жар іздеуде не көрмедім десеңізші. Басымды тасқа да, тауға да соқтым. Қаншама қыздармен жүріп, біреуінің көзін ұнатпай, екіншісінің сөзін ұнатпай, үшіншісінің қылығы, төртіншісінің түрі ұнамай, ал өзім қатты ұнатқан қыздар мені менсінбей, әйтеуір неше түрлі қызықтар өтті. Өткен өміріме байыппен қарап отырсам, санамалап қарасам, осы жасыма дейін бір талай қызбен жүріппін. Біреуімен 2 жыл, енді бірімен 3 жыл. 1 жыл, тіпті бір-ақ ай жүрген қыздарым да болды. Сол қыздардың бірі мені қатты сүйіп қалып, мені үшін жылап жүр мекен, солардың бірінің көзі жасына қалдым ба екен деп осы күндері көп ойланам. Сөйтіп жүргенде бір баласы бар, ажырасқан әйелмен кездесіп жүріп, оған қалай ғашық болғанымды аңдамай қалдым. Енді өз басымнан өткен соң, осы бір жан сырымды сіздерге айтқым келіп отыр. Айналамдағы достарым да үйленіп, барлығы отбасылы болып үлгерді. Араларындағы бойдақ жігіт мен ғана. Олар да таныстырғысы келіп, әрекет жасап көріп еді, болмады. Мен де осы баласы бар әйелге ғашық болып қалғаннан соң, соған үйленемін деп ниеттеніп едім. Жақындарым қарсы болып отыр. Сен әлі үйленбеген,
бойдақ жігітсің, теңің табылар кеште болса. Ол әйелдің баласын сен қабылдай аласың ба? Сен қабылдасаң да, жақындарың бәрібір ол баланы өз қандары болмаған соң қабылдай алмай, ол әйелдің де жүрегін ауыртады. Екі оттың ортасында қалып кетуден қорықпайсың ба? Деп біраз екі ойлы күйге салып қойды. Енді шынында да ойланып отырмын. Өз айтқанымнан қайтпай оған үйленсем, кейінгі өмірім қалай болады? Ол тағы да қиналып, екінші рет бақытсыз болса, онда өзімді кешіре алмаймын ғой. Не істерімді білмеймін. Анам болса кімге үйленсең де үйленші деп отыр. Анам рұқсатын берген соң, енді оған үйленуге бел буып алдына барып едім, ол айнып қалған сияқты. Оған алдын ала жақындарым бұл некеге қарсы екенін айтқан едім. Соған ойланып қалған болуы керек. Қазір қайтадан оның көңілін тауып, бұрынғыдай қарым-қатынасты қайтаруға тырысып жүрмін.